Жөге бола ма? Атқанарақ болады. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Сәлеметсіз. А вы ко мне? Я из центральной аптеки. Принесла заказ на лекарство. Кому нужно отдать? Маған беріңіз. Өкінішке орай мынау орысша жазылған тапсырмаңыз біздің бастық қабылдамайды. Какая разница? Вы же все понимаете. Идемте, я сама отдам. Дайте. Жарайды. Ақыр келген екенсіз, кіре кетіңіз. Жүріңіз, мен сізді шығарып салайын. До свидания, до свидания. До свидания. Жаным ау. Ол саған қарамайды. Ол саған қарамайды. Кешіріңіз, кіруге рұқсат шығар. Кіріңіз. Мынау қарындас орталық дәріханадан тапсырыс алып келген екен. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Ай, айналайын-ай. Қашан қайта берем, а? Мына қағаздың бәрін қазақ тілінде толтыру керек деп. Ну, не все ли равно? Вы же понимаете, не так ли? Барлығы қағаздар мемлекеттік тілде толтыру керек. Неге заңнан аттайсыңдар, а? Заң не үшін керек? Да, вы правы, но я не знаю казахского языка. Ой, құдайым-ай. Қашанға дейін білмеймін деп жүре бересіңдер. Ұят емес пе, а? Өкімет қазақ тілін үйренетін курсты тегін ашып қойды. Соларға барыңдар да үйреніңдер. Ну, вы знаете, у меня на это совсем нет времени. Сами понимаете, работы много. Вы знаете, как будет лекарство на казахском языке? Нет. Лекарство – это дәрі. Ну-ка, повторите. Дәрі. Лекарство это... Дәрі. Міне. 5 секундтың ішінде бір сөз үйреніп қалдың. Күніне 1 минутыңды бір сөзге жұмсасаң, әп-әжептеуір қазақша үйреніп қалар едің. Уақыт жоқ деген ол сылтау. Уақыт жоқ емес, ниет жоқ. Дұрыс айтасыз. Өте керемет, дұрыс. Мен сізге қосыламын. Тарихың тұр санаңа өткел тастап. Өз тіліңде ойлау, сөйлеу тоқталған сәттен бастап, бүкіл баба рухымен ұлттық гендік ақпараттық байланысын кесілер. Тағдырыңнан атамұра шамын солай өшірер. Өз тіліңді жерсінбеудің, өз анаңды менсінбеудің арсыздығы қай дәуірде болып еді тапқырлық. Ол рухи мүгедектік әрі ұлттық сатқындық. Бүгінгі таңда қазақ үшін ең басты мәселе не? Ұлтты сақтап қалу. Тілді сақтап қалу. Егер бұл мүдденің үдесінен шыға алмасақ, бәріміздің құнымыз көктейін. Бұған немқұрайды қараған қазақ емес, мазақ. Кім ей? Мен қоймам. Құлыным, жаным сол. Ботақаным, амансың ба? Шаршап кеттім ғой. Ой, бай. Әй, мұна түріңе не болған, а? Жағдайың қалай? Әрең жеттім. Қайдан жүрсің? Қарным ашып кетті. Қандай тамақ жасап жатсың, мам? Палау жасап жатырмын. Әй, тамақ пісіп тұр, отыра бер, өзім салып берем.
Әбден жүдеп кетіпсің ғой құлыным-ау. Ей, өзі уақытылы тамақ ішіп жүрсің бе, Қашан іштің тамақты? Алдың күні. Ойбай, ей, алдың күнің не? Айтып отырған алдың күнің не? Ал не іштің сонда? Не іштің? Шай. Ойбай-ау, шай? Шайың тамақ бола ма? Құлыным-ау, шайың тамақ бола ма? Не деген адамдар, Не деген адам бұла? Не? Қазір. Мә. Даймай деп. Семьясына отбасына ақша келмесе, мұның не болмаса мұна параны алуды да білмейді ғой, параны. Осыған тиме дедім. Айтқанды бір тыңдамайсың. Тамақ салмышы, мама. Құдай-ай десейші. Дәурен. Осы тіл жайлы қаншама жыл бойы айтып келе жатыр. Бірақ содан еш нәтиже жоқ қой. Неге түсінбейсіңдер? Тіл өлген ел, тірі өлген ел емес пе? Бұл дәрі арқылы біз тіліміздің тарылған тыңызын кеңейтеміз. Әр ел мәңгі өмір сүреді. Тілімізден айырылсақ, ұлтымыздан айырылғанымыз емес пе? Бүйткенше өмір сүрмей қойғанымыз артық. Ол дәрі ойлап тапқанша бәріміз өліп қалатын шығармыз. Өзі қартаятын шығармайықпыз ба? Дұрыс па? Содан кейін бұлай көзі көрмей, қарақтарым-ау, мен дәй жасаймын, қайда мынау, содан кейін бүйтіп, қазақтар-ау, мен сендерге дәрі жасаймын, көзім көрмейді. Ал, не істейсің, керемет, шынды ма мынау, елеметтерді шатастырып, бәрімізді өлтіретін шығасың, дұрыс па? Ойбай! Қарапайым адамдардың қатарында жүргенде қолыңызды алып қойайық. Бәрекелді. Кейін ұстатпай жүрер. Білесіңдер ма? Осыдан 50 жыл бұрын біздің қазақ жұрты түгелдей қазақша өз тілінде сөйлеген. Қазір міне, жартысы ғана сөйлейді өз тілінде. Ал енді Дәукең дәрісін жасап біткенше бәріміз басқа тіл деп сөйлеп кететін шығармыз. Сосын жүрейік. Хлеб деген сөздің қазақшасын архивтерден іздеп. Архивтерден о! Саған баяғыда айттым. Сол жалаң аяқты жақындама деп. Енді маған не қыл дейсіз? Қалай түсінбейсіз? Дәуреннің еш кінәсі жоқ. Мен оны жақсы көрем ғой. Қыз Жібек пен Төлегеннің махаббаты әлде қашан өлген. Қазір ондай махаббатпен өмір сүру мүмкін емес. Қазіргі заман басқа, қазіргі заман міне. Маған енді не қыл дейсіз? Есеппен күйеуге шық дегім келеді. Шығу кереді сол есеппенен. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда. Ал не болып жүрсің қазір? Медік бір жақсы танысым бар. Баласы да тәп-тәуір. Сонымен таныстырам сені. Қойыңызшы, мама. Қойыңыз емес, балды.
жыр тұрады санасында, ала бар арыс деп аталатын арыстың жағасында. Арысым анамдай мәпеледен, бұзылғым мен едім еркелен. Саламатсыз. Сәлеметсің бе? Жұмыс басталып кеткелі қанша уақыт? Жұмысқа кешіп келгенің не, а? Түс болды ғой. Қайда жүрсің? Тірі! Тірі! Тірі ғой мынау! Тірі! Тірі! Сенесі бі, тірі ғой мынау! Қараңдерші, қара! Тірі ғой мынау! Тірі! Айналайын-ау, жөніңді айтсаңшы, не болды, а? Мынау шындаған. Тез Каблуковаға хабарласшы, Сая. Мынау құтырған тез. Каблукова? Тірі! Қараңыздаршы! Неге дейсіздер ғой? Неге дейсіздер ғой? Неге дейсіздер ғой? Себебі мынаған біріншісіне дәрі берген жоқпын. Екіншісіне мәңгі өмір сүргізетін дәрі бердім. Сондықтан бұл тірі! Көрдіңіздер ма? Міне, көрдіңіздер ғой? Таптым, тірі! Енді ел мәңгі өмір сүретін болады. Неткен ғажап! Керемет! Қандай тамаша! Құдайдың құдіреті ғой бұл. Мұны да жаңалық деуге бола ма? Сонда не? Сенуіміз керек па, сенбеуіміз керек па? Бір проверкаға тірі көбелекті салып, ал келесі проверкаға өлі көбелекті салған боларсың. Сен сонда дәрі өлеп таптың дейсің бе? Сен дәріні көбелектің аузына тамыздың ба? Әлде укол салды ба? Жігіттер, неге түсінбейсіңдер? Бұлар бірақ күн өмір сүретін көбелектер ғой. Бірақ күн өмір сүретін көбелектер. Мен мына тыстағысында дәрі берген жоқпын. Мынаусына дәрі бердім. Бұл сондықтан тірі қалды. Жаңалық деп осыны айт. Енді бүкіл әлем мәңгі өмір сүретін болады. Бүкіл әлем қазақша сөйлейтін болады. Тек қазақша! Мына мен сүйіндіп жатыр. Алып кет! Нағыз алаяқтың өзі барлығын алдап пайда табуды ғана көздеп отыр. Қазақ тілін үйретем деп жалған патриоттық сезімін көрсетіп, дүймелге жағынып көзге түсуді ғана ойлап жүр. Ел қамын жеген қамқордың образын сомдап жүр. Бұл ісі қылмыс. Ондай адамзатты алдамақ болған адамның орны түрмеде? Жоқ. Әділ сот әуреннің жазасын береді деген үміттемін. Өз елінің патриоты болса, уақытын жоқтан өзгеге жұмсағанша жұмысына адал атқармай ма? Бұл мәселеге көз жұма қарауға болмайды. Жоқ. Мама! Міне, көрдің бе? Болды, бітті. Елді дүрліктірген адамды ертең соттайды. Қойсаңызшы, мама! Ай, жақсы болды. Болды, ертеңнен бастап басқа жігітке күйеуге шығасың. Болды, құдаларды шақырам, сөйлесем. Бітті. Жақсы болды ғой. Біз денсаулық сақтау министрлігінен мәңгі жасататын дәрінің мән-жайын білуге келіп отырмыз. Мәңгі өмір сүру жылдары көп жылдардан бері зерттеліп келеді. Және де өздеріңізге мәлім, бұл зерттеу көптеген ғылыми орындарда әлі алға қойған мақсатына жете алмай келе жатыр. Сонымен қатар менің таңғалатыным, қарапайым қызметкер бұған қалай қол жеткізе алды? Мен түсінбедім. Дәурен бұл мәселемен ұзақ айналысты. Өзінше ізденіп, біраз тәжірибелер жасап осы дәріні ойлап тапты. Дәурен мырза, сіз көбелектерге тәжірибе жасап көрдім дейсіз. Сонда бұл дәріңіз қалай әсер етеді? Осы дәріден кейін бәрі мәңгі өмір сүрген екен? Енді мұнан түсініңіз. ДНК-ға енгізіп, жасушаларды қалпына келтіреміз. Егер жасушаға зақым тимесе, мәңгі өмір сүруге негіз бар. Мүмкін келесі ғасырда технология жоғары дамыған уақытта табылып шығатын шығар.
Ал қазір біздің уақытта, біздің заманда мәңгі өмір сүргізетін дәріні ойлап тапты дегенге сен алмайм? Ал мен сенем. Дәуренге мен сенем. Дәурен мырза, мүмкін сіз тәжірибеге мені көрсеңіз. Мен сізге келісімді берем. Көбелектерге жасалған тәжірибе дәлел бола алмайды. Сондықтан да жануарларға жасап көрсін, нәтижесін көрейік. Біз жануарларға жасадық. Қандай жануарға? Қоянға. Нәтижесі дайын болды ғой? Иә, дайын. Қоянмен ғана шектеліп қалмасын, адам мүшесіне ұқсайтын жануарларға жасап көрсін. Нәтижесін көрейік те. Мен сізге айтып отырмын ғой. Дәурен маған жасап көретін болды тәжірибесін. Дәуренчик, келістік емес пе? Не болды сізге? Дәуренчик. Мүмкін тәжірибеңізді маған істейтін шығарсыз. Қай-қайдағы жануарларға жасағанша қайталап айтам. Тәжірибеңізді маған жасап көрерсіз. Мен сізге келісімді берем. Мынау менің телефон номерім. Дәурен. Құрметті мырзалар мен ханымдар, бүгін біз өзіміздің әріптесіміз қазақстандық жас ғалым Дәурен Жұмаділов ашқан жаңалығы жайлы дүниежүзілік ғылыми конференцияда бас қосып отырмыз. Адамның жасын ұлғайтуға, мәңгі өмір сүру мәселесі жайлы әлем ғалымдар көптеген жылдар бойы ізденуде. Бірақ бүгінге дейін бұл құпияның жауабын еш ғалым таба алмай келеді. Енді міне күтпеген жерден қазақстандық ғалым мәңгі өмір сүріп жасататын дәрі ойлап таптым дейді. Кімнің қандай ой пікірі, сұрақтар бар. Нью-Йорктегі адамның жасын ұлғайту институтында профессормын мен. Ал сіздің ғылыми атақ дәрежеңіз қандай? Лаборант. Бізде Жапонияда адамның орта жасы 85 жас, ал қазақтар орта есеппен алғанда 65 жыл ғана өмір сүреді. Осыған жауап беріңіздерші, неге? Қазақтар жалқау, еріншек, ұйықтағанды жақсы көреді. Бұл ғалым емес, алаяқ. Мырзалар, сабыр етеміз. Сабыр, мырзалар. Дәурен мырза, сіз мәңгі жасататын дәрі ойлап тапқаныңызды қалай дәлелдейсіз? Дәлелдемені алып келіңіздер. Менің бұған жасаған арнайы тәжірибем бар. Сол оған дәлел бола алады. Бұл не? Дәурен мырза, бұныңыз не? Көрмей тұрсыздар ма? Қоян. Бұлардың арасында қандай айырмашылық бар? Қалай ойлайсыздар, үлкен кішісіна? Біреуі анасы, екіншісі баласы шығар. Мүмкін біреуі ағасы, екіншісі інісі шығар. Жоқ, папасы мен мамасы қызы шығар. Енді мен тыңдаңыздар. Екеуі де ешқандай ағасы мен інісі емес. Негізі екеуі де егіз қоян. Туылған кезде біреуіне дәрі бердім, екіншісіне дәрі берген жоқпын. Екіншісі үлкейіп кетті де, дәрі ішкен қоян сол күйінде қалды. Өйткені бәрімізге белгілі гормондардың жетіспеушілігінен қартаю процесі жүреді. Дәурен мырза, сіздің айтып отқаныңыз көңілге өте қонымды. Сіздің айтқаныңызды біз қолдаймыз. Және сіздің бұл тірлігіңіз сенсация. Мына жерде отқан мырзалардың барлығы сізді қолдайды деп ойлаймын. Қолдайды да. Бәрекелді. Рахмет. Яғни мына мырзалар да сізді қолдайды деп отырмын. Дұрыс айтасыз. Керемет. Сіз данышмансыз. Құттықтаймыз. Сіз дәлелдеп шықтыңыз. Рахмет. Қолдағандарыңызға рахмет. Түсінгендеріңізге рахмет. Рахмет. Алланың нұры жаусын. Кәне бір құшақтап қойын, келіңіз. Аман болыңыз. Құттықтаймыз сізді. Ой, рахмет, айнай. Қолдағандарыңызға рахмет. Бәрекелді, Дәурен мырза. Сізден интервью алуға бола ма? Әрине болады. Мәңгі жасататын дәріні ойлап табуға не себеп болды? Қазақ ел дүние жүзіндегі өз тілінде сөйлемейтін жалғыз мемлекет. Қанша жыл өтсе де, қанша шара қолданса да, туған тіліміздің жағдайы оңалмай-ақ қойды. Өгей баланың күйін кешіп жүр, өз тілін білмейтін ұрпақ өсіп келе жатыр. Ойлана келе мен осы мәңгі өмір сүретін дәріні ойлап табуға тура келді. Дәрі сатылымға қашан шығады?
Әзірге қарастырып жатырмыз. Келесі айдан бастап қазақша сөйлейтіндерге сатыла бастайтын болады. Шет мемлекеттерге қашан шығарылады? Барлығы қазақша сөйлеген уақытта шығарамыз, ал былай шығара алмаймыз. Неужели это лекарство будет продаваться только тем, кто знает казахский язык? Әрине, қазақша үйренбейтін болсаңыз сатылмай, кім қазақша білет, соған сатамыз. Қазақ тілін үйрену қиын емес пе? Жоқ, еш қиындығы жоқ. Тек мәңгі өмір сүргін келсе болғаны. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Ой, аға, сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Иә. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жұмыстарыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Жақсы. Лайым солай болсын. Не жаңалықтарыңыз бар? Қазір Англияға 1 миллион, Францияға 1,5 миллион дана дәрі жіберілді. Жақсы. Қытай 200 тоннаға тапсырыс берді. Тамаша. Тамаша. Керемет. Бірақ тілге мұқият болыңыздар. Жарайды. Қазақ тілін білмейтін бірде-бір адамға дәрі сатылушы болмасын. Жарайды. Жарайды, жұмыстарын жасай беріңіздер. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Иә, қай жақта тұрасыңдар? Ақсайда. Біздің үйдің жанында бала бақша бар. Сонда бір бозоқ, дәу бала болатын. Көрінгенде ұрып соғып жүретін. Бір күні маған да тиісті. Алдымда төбелесе кеттім. Ұрып тастадым. Ұрып жатырмын. Одан кейін ол жылап қалды. Мен жылаған жоқпын. Көрсетейін бе қалай ұрған? Жоқ, керек емес. Одан кейін мені балабақшадан шығарып жіберді. Не үшін? Тәрбиеші айтады, сен неге кішкентайларға тиісесің деп қой. Кішкентайларға? Иә, мен онда жұмыс істейтінмін, күзетші бол. Құда шөлдеп қалыпты. Құдағи шөліңізді баспаған-ау деймін. Балалар, келіңдер шәйлеріңе, шәй ішіңдер, келіңдер. Әй, құда. Келіңіз, алыңыз. Кел отырыңыз. Рахмет. Шәй ішіңдер. Ой, мұрныңнан айналайын. Алып отырыңдар. Баламыз жақында бір керемет жақсы жұмысқа орналасты. Жалақысы да жоғары. Құпия болмаса қанша алады? $200. $200? Иә. Құдағи, күніне $200. Күніне? Иә. Біздің баламыз Жұмаділов компаниясында жұмыс істейді. Ол өте қарапайым адам. Ол бір керемет дәрі ойлап тапқан екен. Оны ішкен адамнан ажалы қашып кетті. Иә. Ол керемет ғалым. Оның үстіне оның ақшасы жетерлік. Оның бір қасиеті мұқтаж адамға көмектесуге осы асығып тұрады-ау, айналайын бір. Айналайын ғой, айналайын. Ойбай-ау, сіздер немене естіген жоқсыздар ма? Күндіз-түні мынау телевизордан көрсетіп, радиодан қақсап айтып жатыр. Қалайша естімедіңіз? Біз көрген жоқпыз. Қай арнадан көрсетіп жатыр? Қай арнаны көресіздер сіздер? Біз қиттібі көреміз. Дәурен нағыз азамат. Дәурен Жұмаділов дедіңіз бе? Иә. Ол сотталып кеткен жоқ па? Құдағи, сіз ғайбат сөйлемеңіз. Ол керемет дара тұлға. Ондай адамның мына Қазақстанның топырағынан жаратылғанына біз қуануымыз керек, құдағи. Ал енді құдағи, тойды қай күнге белгілейміз? Той болмайды. Қалай болмайды? Болмайды? Қалай болмайды? Пока.
Сізге Гарвард, Оксфорд университеттері лекция оқуға өтініш жасап жатыр. Қонаққа шақырып жатқандары да көп. Жоқ, мен ол жаққа бара алмаймын. Уақытым жоқ, жұмыстар көп. Бірақ мына шақыруға барғаныңыз жөн сияқты. Бұл не? Каусар бұлақ қымыз орталығы. Бұған міндетті түрде барам. Хабарласа айтыңыз, мені баратты. Жарайды. Баста! Дайындал! Ассалаумағалейкум. Қош келіңіз. Аман келдіңіз ба? Есен келдіңіз ба? Ал келіңіз. Түрлетіңіз. Мынау сіз келеді деп дайындап жатырмыз. Ал сойып жатырмыз. Ас дайындап жатыр сіздің келгеніңізге қуаныштымыз. Қуаныштымыз. Қандай қуаныштымыз. Иә, өте. Ал Өрлетіңіз. Мынау бишілерді сіздің құрметіңізге билеп жатыр. Бұл деген республикамыздың беделді наз деген би ансамбль. Менің бишілерім бұлар. Келіңіз. Ал бұлар да сіздің құрметіңізге ән айтып жатыр. Мына жігіт Бақытқали Қонысбаев, әлгі жетілер Жарал Сезім фильмінің композиторы. Менің әншілерім. Мен Дастан, мынау Медет, мінекей. Енді мынау халық сізді күтіп жатыр. Сіз халыққа керексіз. Келіңіз, қасына бар, қол алысайық. Халық сіз үшін әрден дайындалды. Келіңіз, қол алыспайтайық. Көтір. Халық сізді сіз үшін бәріне дайын. Сіз әрқашанда қолдайды сізді. Қолдарыңыз. Амансыз ба? Сәлем. Бол. Ал өзіңіз бұлай мына халықпен бірге суретке түссек, Ал, келіңіз, мұнда тұра қалыңыз. Ал, дәуке. Артурек. Бәрекелді. Ал, енді мына жақпен таныстырып жіберейін сізді. Ал, мінекей мына жақпен. Келіңіз, ал, енді мына жермен таныстырып жіберейін сізді. Келіңіз. Мінекей, мына кейзі. Мінекей дәуке. Сіз келетті бәрін дайындап тұрмыз. Мына жүрген бәрі маған жұмыс істейді. Бәрі де маған жұмыс істейді. Бұл өзі маған, менікі. Осының бәрі сіздің құрметіңізге. Мына жерді дайындап қойдық мінекей. Бұл батыр. Бұл соңғы қазақ. Қалай соңғы қазақ? Қалай десем екен, бұл қазақ батыр, бұл қалай десем, бұл соңғы ішіп жүрген қазақ. Соңғы ішіп жүрген қазақ. Қасына барып көрмедік батыр. Жоқ, керегі жоқ. Отыра берсін солай. Сіз неғыласыз соны, бұлай жүріңіз, бұлай рек. Көзін құртшы ананың. Қасына барсам жүзгін ал бұлай рек тұрыңыз. Мынау қыздар, сіз үшін қазір ән айтады. Рахмет. Ал қыздар, бастаңдар. Жарайсыңдар. Бұлай жүріңіз, дәуке. Ал келіңіз. Балдар жақа. Сіз келет деп дайындалып жатыр бұларда. Жүріңіз, сізге дайындаған тақпағын олсын. Ал балдар, баста.
Ой, рахмет, айналайындар. Бақытты болыңдар, айналайындар. Өзім шығарған өлең ғой. Былай қараңыз, иә. Мінекей мынау киіз үй, қараңыз, табиғат. Жақсы, қандай керемет. Біздің табиғат. Мына Дәуке, елдің табиғаты қандай тамаша. Мына Дәуке, анау тұрған шың тұр ғой. Сол шың кімнің атында екенін білесіз бе? Кімнің атындағы шың? Ол шың Нұржан Тутов атындағы шың. Менің тауым. Жекешелендіріп ағам. Менікі. Ой. Сертификатым бар. Менің атымда ондай шың жоқ. Сертификат бар. Сіз мықты болдыңыз ғой мен енді, Сертификат бар. Акиматты жігіттерім бар ғой, таныс. Менің тауым осы. Бұның бәрі менікі. Мұны тау. Осы жерде бұлт кесе. Осы бұлтты да жекешелендіріп, өзім бір керемет болашақта талай бір керемет. Бұлт бар ғой, бұлттың төбе жағына келген дұрыс деп ойлаймын мен. Кетшек. Төбеттер мықты екен. Жүріңіз. Жақсы екен. Мына қыздардың бәрін үйге кіргізейік. Сізбен бірге ма? Болды. Бірге кірсін бәрі. Жинап үйге кіргіз. Дайын тұрыңдар қазір. Содан кейін мынау. Бүркіт. Анау біздің туымыз бар ғой, көк байрағымыз. Соның астындағы бүркіт, күннің астындағы бүркіттің суреті бар ғой. Сол осы бүркіттің суреті. Басың. Қана міне. Менің бүркітім. Дәл осы бүркіт па? Абайлай басын сұрып аласың. Осы бүркіт сол. Осыған қарап салған ғой. Аумайды екен бұлай. Бұлай жүріңіз, киіз үйге. Сіз үшін дайындаған дастарханымыз бар, кіріңіз келіңіз. Рахмет. Бәрі де сіздің құрметіңізге. Ал мінекей, өзіңіз көріп отырғандай, қонақтар қарсы алатын киіз үй. Бұнда кім болмады десеңізші, бәрі болды, бәрін осы жерден қарсы аламыз, иә. Керемет. Бұл бәрі енді мінекей. Сіз кеп тұрсыз. Менің үйіме. Мен үшін үлкен бақыт бұл. Босамаңыз. Босамай. Үлкен басыңызбен ол. Айтпақшы. Бұл киіз үйде, мына қасқырлар тұр ғой. Қасқыршы. Бұл қасқыр жаңа бүркіт бар ғой. Сол бүркітпен мен ұстағам. Менікі. Өзімдік ол. Мынау қалқан тұр ғой. Оны маған әкім берді. Қоймай қойды өз. Ал деп содан кейін ала салды. Анау Садақ бар ғой, Садақ. Садақ ол кім беріп еді? Монғолиядан. Монғолиядан президенті берген, иә. Президенттер көп келеді бұнда, иә. Міне, бұл домбыра. Домбыра бұл Құрманғазының домбырасы. Қой. Құрманғазының домбырасы? Құрманғазының домбырасы. Қалай? Бұл яқта не ақ бұл? Берді ғой. Кім берді? Құрманғазы кәдімгідей өзі берді ма? Иә. Өзі берді. Ой. Содан кейін менің бір жаман жерім. Мен мақтана алмаймын. Мақтаған адам жек көремін. Байқадым мен. Жек көремін. Мен мақтана алмаймын. Байқадым. Бұл Құрманғазының домбырасы. Мына киіз үй менікі. Айтпақшы, мынау өнерлі балалар. Бәрінен керемет осы балдар екен. Ой, айналайын, атың кім? Арман. Арман, атыңа затсай жақсы жігіт екенсің. Кел, мен қасыма отыр сен. Бар, қасына отыр. Ой, жарайсыңдар. Бармағынан татамған өңге керемет жігіт екенсің. Ағам күнде келе бермейді. Көрсіздік, отырыңыздар кәма. Төрге отырыңыз. Осы міне, сіздің құрметіңіз үшін, бәрі сіздің құрметіңіз үшін. Иә. Ал анау қымыз қайда? Қымыз қайда кесеш? Қымыздап білем. Қазір мінекей. Дұрыстап тұрып отырып бір. Ал мынау қымыз келгенше дейін де. Қымыз келгенше. Мынау балалардың кішкене өнерін тамашаласақ. Иә. Тамашалайық. Арнайы сіз үшін. Сізге дайындаған. Бәрекелді. Тыңдайықшы, өзім балаларым ғой. Ал Нұрым, баста. Жарайды. Жақындық болды. Судан балық құтылма саудырғанда, жігіттер жаман кетсе ойнада көл, алпыстарының денеңді саудырғанда, жігіттер жаман кетсе ойнада көл, алпыстарының денеңді саудырғанда, жігіттер жаман кетсе ойнада көл, алпыстарының денеңді саудырғанда, ей ойнада көл, ей ойнада көл, ей ойнада көл. Ал Жаншырай, сен баста. Көндістіні бір күн ойындала кезген шақ болып, тұмар едім өзіңде бала кезден ақ болып, әнге бөле
Салихан, алдырыстып биле. Келіп шағаңнан анам талай суалған, сенің келіп шағаңнан әкем атыс барған. Айналайын құлақ атып қалған жағаңда, сенен артық үлкені бұл әлемнен табам ба, сенен артық үлкені бұл әлемнен табам ба. Жарайсыңдар, Алланың нұры жаусын сендерге. Кто там? Это я ғой. Здравствуйте. Здравствуйте. Даурен дома? Нету. А вы кто? Я теща его. Ну, заходите. Спасибо. Ой, спасибо. Даурен купил коттедж за городом. Съехал отсюда. Он здесь не живет. Коттедж? Да. А я не знала, что он купил коттедж. А вы знаете, ваш зять такой умница. Я ведь эту квартиру взяла под ипотеку. Он же мне все уплатил, вы знаете. Если хотите, я могу дать адрес офиса. Пишите, пожалуйста, пишите. Сейчас, минуточку. Ой, спасибо. Ой, какие. Вот, пожалуйста. Спасибо. Да не за что. Спасибо. До свидания. До свидания. Ой, пошла, извините. Уходи. Ничего не знаю. Пошла. Ал былай қарай болсақ, бүгіндегі көйлек түсі қызыл, камзолы. Рахмет, келіп тұрыңыз, игілігіңізге киіңіз. Сәлеметсіздер ме? Ой, сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, қош келдіңіз, өрлетіңіз. Тезірек орынбасар шақыр. Ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен Хадиша-ай. Қандай тамаша. Бұрында сауытайдай жүрген басың, қаларсың біздің сөзгай қарағым. Дәурен мырза, қош келдіңіздер. Қалайсыздар, жақсымысыздар? Қалайсыздар? Аман есен, шүкір Алла деп. Сәуле Ислам қызы қазір шетелде сапарда жүр. Егер сіздің келетіңізді білген кезде ешқайда бармай міндетті түрде күтетін еді. Қаласаңыз, мен сізге таңдауға көмектесейін. Мынау біздің соңғы шапан үлгілеріміз. Көрдіңіз ғой, қалағаныңызды таңдасаңыз болады. Мінекей, таңдап та қойыпсыз ғой. Рахмет. Әдемі жарасады екен. Шетелге ғылыми конференцияға кетіп бара жатқан едім. Енді Құдай қаласа бүкіл әлем, бүкіл дүние жүзі қазақша сөйлеп, қазақша киінетін болады. Соған арнайы өзім киіп барып көрсетпекшімін. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Дәуренге келіп едім. Ол кісі қазір мұнда жоқ. Америкаға ғылыми конференцияға кетті. Қандай шаруамен жүрсіз? Мен төшесі едім. Дәрі алайын деп едім. Дәлізден тіке жүрсеңіз, 319 кабинеттен қазақ тілін білетіндігі жөнінде анықтама ала аласыз. Сосын төлқұжатыңызбен бірге кез келген дәріханалардан дәріні ала аласыз. Рахмет айналайын. Сау бол. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жұмадилов компаниясы тыңдап тұрмын. Қазіргі жастар әбден жаман үйренгенсіңдер. Ауырдың үсті менен, жеңілдің асты менен. Қарным ашты, тамағым жоқ. Не жейм? Шай ғана іштім. Немене? Шай тамақ емес пе екен? Баяғыда өзіміз жас кезімізде осы шай ішіп ақ өмір сүргенбіз. Өлген жоқпыз ғой, Құдайға тәубе. Біле білсең, шай дегені қазақтың ұлттық тағамы. Анау
күйеу баланың офисіне іздеп барсам, Америкаға кетіп қалыпты. Аф! Неге ұйытқыса біре бересіз? Ей, женщин. Итістеп алған жоқ па? Итістеп алса адам стресстен сөйтіп үреді деп естігем. Қайда кетті? Түшік қой. Не істесем екен, ма? Ана, менің күйеу балам алтын адам ғой. Ана, Дәурен Жұмаділовті білесіз ба? Тоқта. Менің күйеу балам ғой. Ойбай. Ей, Дәурен Жұмаділов па? Иә. Неге білмеймін? Білем ғой, онда азаматты білмеу деген мүмкін емес қой. Соның шында да енесіз ба? Иә, енесімін. Ондай азаматтың енесі болу бақыт қой. Иә. Бүгін Дәурен офисіне шақырған. Анау ауылдағы туған туысқандарына дәрі-дәрмек беріп жіберейін деп. Барып едім, Америкаға кетіп қалды. Иә. Содан айналасындағы қызметтегі адамдарына айтпадым. Енесі екенімді. Әйтпесе бәрі жағым позданып мазамдалады ғой. Ой, пырмай, құрбымай. Енді артық кетсем кешір енді. Сондай үлкен азаматтың енесі мынандай киініп жүру деген масқара ғой. Дұрыстап киініп жүрмейсің бе? Иә, күйеу балаң үлкен, анау елбасының қабылдауында болады деген. Елбасы қабылдай ма? Әрине. Өтпесе тағы болмайды. Газет, журналдарға жазады. Иә, сонда сені де жазады, сені де көреді. Дұрыстап жүріп, дұрыстап киіну керек. Аяқ басыңа қарайды ғой қазіргі адамдар. Ана қызы қаранда. Жоқ. Тәте ғой? Тәте емес. Апа ғой. Сәлеметсіз бе? Сізге кім керек? Танымай қалдың ба? Мама! Қалай? Күшті ме? Ужас, мына түріңіз не? Мені екенсіз бе? Ұнай ма? Мама, мынауыңыз не? Кімге ұқсап кеткенсіз? Мама. Өңім кіріп қалды ғой деймін, Қалай? Тамаша ма? Ертең кездесулерге баратын болсақ, керек болады. Қайдағы кездесу? Ойбай! Менің ана күйеу балам бүкіл әлемге өмір сыйлады емес пе? Сондықтан оны елбасының өзі қабылдап қалуы мүмкін. Қайдағы кездесу мына түріңізбен? Ойбай! Бізді де қабылдап қалуы мүмкін. Мама, сол үшін осылай киіну керек пе? Той! Мына түрің не? Мына түрің не, Сені де Жұмаділовтың жұбайы дейді ғой. Жүр, басқа киінуің керек. Басқаша киінуің керек, жүр.
Дәурен Заманханұлы, сізге ақш елшісі келіп тұр. Жарайды, кірсін. Ассалаумағалейкум, Дәурен Заманханұлы. Уағалейкум ассалам. Төрлетіңіз. Рахмет. Шай, кофе, қымыз. Қымыз. Жақсы. Дәурен мырза, сізге Барак Обама сәлем айтып жатыр. Жақсы. Қандай мәселемен келдіңіз? Барак Обаманың денсаулығы қалай? Ол кісі дәрі ішті ме? Әзірше ішкен жоқ. Қазір мемлекеттік маңызды істерді жиып қойып, қазақ тілін үйреніп жатыр. Болашақ бағдарламасымен оқып жүрген қазақ студенті арнайы сабақ беруде. Жақсы. Қандай мәселемен келдіңіз? Барак Обаманың сізге үлкен өтініші бар еді. Рахмет. Айтыңыз. Біз дәріні бірнеше есе бағасын татып алайық. Бірақ Америка халқы қазақ тілін үйренбей ақ қойсын. Тіл үйренбейм дегендеріңіз не сұмдық? Бұларыңыз менің елімді, менің қасиетті тілімді сыйламағандықтарыңыз ғой. Біле білсеріңіз, бұларыңыз бұн. Мен Америкаға бойкот жариялаймын. Не деген масқара? Кешіріңіз. Оларды көрмеңіз. Америкаға бойкот жарияланса, Обаманы президенттіктен алып тастайды. Қазақта мақал бар ғой, сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ жоқ. Демекші, бізден бір ағаттық кетті. Кешіріңіз. Қазақ тілі адамзаттың жаны. Осыны ескеріңіз. Жарайды. Енді бір жолға кешірдім. Өзі де жаман жігіт емес қой. Бірақ Барак Обамаға айта барыңыз. Қазақ тілінде үйренесіздер. Дәріні де 100 есе бағасына сатып аласыз. Дәурен мырза, үлкен рахмет сізге. Сау болыңыз. Жақсы. Рахмет. Сау болыңыз. Амансың ба қызым? Сәлематсыз ба? Мәңгілік өмір жасататын дәрі қанша тұрады? 1000 теңге. Толық құжатыңызбен анықтамаңызды беріңіз. Жарайды жаным, міне. Міне. Сіз Дәурен Жұмаділовтің енесі екенсіз ғой? Кешіріңіз, бірақ сізге дәрі сатылмайды. Неге? Келісім шартта қазақ тілін білмейтіндерге және менің енем Мағрипа Әли қызына сатылмасын депті. Сәлеметсіз бе? Мәңгілік өмір дәрісін беріңізші. Рахмет. Сау болыңыз. Маған да мәңгілік өмір дәрісін беріңізші. Айналайын. Бұл не, апай? 200 теңге. Бұл не үшін? Пара. Сіз пара беруге ұялмайсыз ба? Мен сізге дәрі сатылмайды деп айттым ғой. Сау болыңыз. Ай деген осындай болды екен ау. Қандай керемет ей. Айналаны жан-жағына қарашы. Тас. Қара. Шынымен ай. Біздер. Міне.
Иә, дұрыс. Не бұл? Не бұл? Қонды! Біздің жігіттер қонды! Айға! Жігіттер, жарайсыздар, жігіттер, мен секеміз сүйем, жігіттер! Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Біз бүгінгі бағдарламамызды Байқоңыр ғарыш орталығынан жүргізіп отырмыз. Бүгінгі қазақ ғарышкерлері Қайрат Домбаев пен Жандарбек Садырбаевтың айға қону сәті біздер үшін ерлік қаһармандық емес пе? Ыстық-ай. Ыстық. Тоқта, Қайрат, біз айда емес, Марста жүргенбіз ғой. Әні батпандай болып жазып тұр ғой. Марс! Қой? Шыны оға. Қой. Қандай кереметі? Садырбаев пен Домбаев Марста жүр десе. Мүмкін әс. Әне, оға. Аллахай, біз Марстамыз. Кім ойлаған бізді Марста? Камератларым, бізге бір камера, бізге бір. Домбаев. Керемет. Планета Марс қой. Марс! Ғажайып қой мұны. Марста! Біздің жігіттер Марста! Кешіріңіздер, құрметті көрермендер, техникалық ақауларға байланысты біз сіздерден кешірім сұраймыз. Қайрат Домбаев пен Жандарбек Садырбаев айға емес Марсқа қонды. Олар Марста екен, бұл деген тамаша жаңалық. Экранға назар салыңыздар. Бұдан артық қандай дәлел керек? Қазақтар Марста! Не деген бассыздық бұл? Қайдағы Марс? Кім жіберді оларды? Не деген бассыздық бұл? Қазақтар осы қыдыруларын қашан қояды екен? Жұмысты кім істейді? Дереу айт оларға, қайтсын. Бұл керемет жаңалық қой. Адам аяғын баспаған, яғни бәріне бірінші планета. Бұл деген керемет. Солай демейсіңдер ме бағанадан бері? Қазақтар Марс планетасына қонды деп. Мұндайды жуу керек. Жасыл жайым ау. Міне бүгін сені тағы есіме аламын. Сағынумен суреттеріңе де қарадым. Бір өзіңдей асыл жанды қайдан табамын. Қайдан келдің? Дәріханадан. Дәріханадан? Не әкелдің? Мәңгі жасататын дәрі. Айтшы соны жарығым. Жаным маған жағасың, жауын болып жанасың. Мәңгі жасайтын дәрі? Міне, мама. Қане? Көріп жіберейік. Мынау үлкен болады екен ау? Иә. Үйде нан жоқ еді, магазинге барып нан әкелсең қайтеді? Мам, таңертең ғана алып келдім ғой. Үйде сүт жоқ қой. Мен сүт шай іше алмаймын, сен сүтке барып кел. Дәріні ішіп алайын, сосын барып келем. Аха. Арманым деп жалғыз сені ғана білейін. Сүйші мені жарығым. Бұл дәріні жатырда ішеді. Таң атқанша жақсы қорытылады. Жоқ, мама. Дәріханадан сұрағанда кез келген уақытта іше бер деді. Сүйші мені жарығым. Жаным маған жағасың, жаным болып жанасың. Жымыңдаған көздеріне қарайлайын. Көңілімді табасың, емдеп жүрек жарасын. Елжірейсің сүйгенім. Жаным маған жағасың, жауын болып жанасың. Жымыңдаған көздеріне қарайлайын.
Мама, дәрі қайда? Қайдағы? Жоқ. А неге жоқ? Дәрі жоқ ішінде. Қой, қалай жоқ? Жаңа дәріханаға барғанда дұрыстап алмадың ба? Шын қара? Жаңа ғана тұрды ғой. Жаңа тұрды ма? Онда бір жерге түсіп қалған шығар. Қара. Естідіңдер ма? Дәурен. Не Дәурен өліп қапты ма? Жоқ, Дәурен Нобель сыйлығын алыпты. Ай, қыздар осы өсек айтқандарды қойыңдаршы. Жоқ, шын айтам. Жаңағын автобустан естідім. Бүкіл жұрттың бәрі соны айтып жүр. Ай, сен базардан естіген шығасың. Шын айтам деймін. Ол әлемге өмір сыйлады емес пе? Ой, содан да атақты ғалым шығап деп ойлайсыңдар ба? Одан да жұмыстарына кірісіңдерші. Қыздар, бастықтың кабинетінде телевизор бар. Мүмкін содан қарармыз. Жоқ, бастық әлі келген жоқ. Менде ұялы телефонда радио бар. Радио бар ма? Да, жарайды. Болсыншы. Қандасымыз әлем медицина орталықтарының құрметті академигі, атақ-даңқы шартарапқа тараған Дәурен Жұмаділов медицина саласында Нобель сыйлығын талас иеленді. Әлемнің түкпір-түкпірінен құттықтау хаттар толас сағылуда. Өз кезегінде елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев та құттықтау хат жолдады. Құттықтау хатта: Дәурен Жұмаділов, сіз еліміздің даңқын арттырдыңыз, тіліміздің мәртебесін көтердіңіз, бар әлемге қазақ елін мойындаттыңыз, адамзатқа өлмес ғұмыр сыйладыңыз. Бауырым Дәурен, сенің Нобель сыйлығын иеленгеніңді көргенде шын жүректен қуандым. Саған алғыс жариялаймын делінген келесі топтамада шетел жаңалықтары. Дәурен жарайсың. Екеңнің аузын орай. Ондайды мен де аламын. Дима, ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Аман, Құдайға шүкір. Өздеріңіз қалай? Дәріп жатыр ма елің? Менен үлкен сәлем айтып қой еліңе. Бәрі аман болсын. Құдайға шүкір, жақсы. Жарайды, Дима. Сау бол. Таяу шығыста соғыс өрті басылмай тұрғанына бірнеше жыл Израиль Газа аймағындағы Даусын шығар жанан. Даусын шығар. Жарылыс жасағаны туралы өткен хабарларымызда да айтқан болатынбыз. Сол себепті Дәурен Жұмаділов Израильге дәрі мүлдем сатылмасын деп бойкот жариялады. Бұны естіген Израиль жастары соғыс тоқтатылсын, дәрі сатылсын деген ұранменен жаппай ереуілге шығып, билік басындағыларды райынан қайтарды. Енді жерлесіміз Дәурен Жұмаділовтың көреген саясатының арқасында таяу шығыста соғыс тоқтап, бейбітшілік орнайтын болды. Дәрі де сатылып, халқы да мәңгі өмір сүреді. Ұрысқан мемлекетке бойкот жариялаймын. Керек десең төбелескен мемлекетке де бойкот жариялай жіберейін ба? Анан қараңдар, келді. Машинасы қандай? Қасында оққа қары бар екен, анан қара. Дәурен. Шындыр алдына шай. Сәлеметсіздер. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Жақсы. Сәлеметсіз бе? Қалай жағдайларыңыз? Жақсы. Бәрі жақсы. Күлеге құтты болсын. Жаңадан қызметкер орналасқан екен. Кім есімің? Айгерім. Мәссаған, қандай керемет қыз өзі. Дәурен болады есімің? Өтте қуаныштымын. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Бәрі жақсы. Жүріп жатыр бәрі. Сіз жаңа фирма ашыпты дейді. Мені жұмысқа аласыз, құтты болсын. Қалай бұлай? Жұмыс үйреніп алған шығарсыз. Жақсы, құтты болсын. Жақсы. Тартшыл, не істейміз? Дәурен мырза, сізге деген ақ дастарханымыз дайын тұр, жүріңіз. Жоқ, тоқтаңыз. Мен қандай бақытты жанмын, қалай байқамағам. Осындай досым дәрежеге жетіп жатқанда, кешіріңіз,
Siz onu bilесіз, кезінде менің бетіме сүйіндігі де мен сүйгізбей қойып едім ғой, білесіңдер ма? Әлі күнге дейін өкініп сүйгіш. Жүріңіз, төрлетіңіз. Дәурен мырза. Мама, қараш, тағы да Дәурен жайында жазыпты. Не жазыпты? Мама, оған халық қаһарманы атағын беріпті. Жерлесіміз Дәурен Жұмаділовтың арқасында бүкіл әлем қазақша сөйлеп жатыр. Кезінде оны қаралап жалған айып таққан әріптесі Тархан Мұсаев шетелдерден саяси баспана сұрауда. Дегенмен Қазақстанмен арадағы достық қарым-қатынасты бұзуды қаламаған мемлекеттер оны қабылдаудан бас тартты. Амалы қалмаған Дархан Африка елдеріне де өтініш жасаған екен. Африкадағы Жуди тайпасы Мұсаевты қабылдауға келісім беріпті. Бүгінгі кеште ол Африкаға ұшып кетті. Біздің арна журналистердің зерттеулеріне қарағанда Жуди тайпасы адам жейді екен. Тархан Мұсаев бұл жағдайдан мүлде бейхабар болса керек. Ей, көрші, қалайсыңдар? Ауылы шаман есен бе? Шүкір. Аулаймағанман ба? Жақсы, аманшылық. Балаң қайда? Дархан Африкадан звондаған, бәрі менің келгеніме қуанып тойға дайындалып жатыр. Бірақ содан кейін хабарсыз кетті. Кенже балаңшы? Жапонияға кеткен, қазақ тілін үйретуге. Малдығын бағып жүр сонда? Шеттен келіп жатыр ғой, солардың бірі бағып жүр да. Жарайды. Жақсы. Sağmaz baba. Ey, amansın be kara bala. Salkın köşe var mı? Ya bar. Yürüyün. Salkın köşe sağındım. Hürmetli hanımlar ve mırzalar, tuğur birew gana bolat. Soндықтан memleketimizde bir tuğurlu til jaylı zan kabuldandı. Birinci memleketlik til kazak tili bolat. Al ağılşın tili arxivdегі құжаттармен жұмыс жасайтын til bolat. Басқа елдер осылай kazak tiline жаппай көшіп жатқанда көштен қалып ұятты болып жүрерміз. Қазір осыған орай бүкіл газет журналдар мен телеарналар барлық бағдарламалары тек қазақ тілінде жүргізіліп жатыр. Солардың ішінде ескінің көзі ретінде бір телеарнаны ағылшын тілінде жүргізуге қалдырдық. Оның өзінде түнгі 12-ден таңғы 8-ге дейін жүргізіледі. Бұның өзі біздер үшін үлкен жетістік. Ассалаумағалейкум, бәке. Қалайсыңдар, жақсы ма? Ала, жақсы. Бәр жақсы. Аға, аман есен. Мына өзіміздің Алматының әкімі Храпуновтың өзі қуанып міне шаңырақтан сендерге жер беріп жатыр екен. Бірақ документі жоқ дейді енді. Жарайды, кейін түзеп алармыз. Ештеңе етпейді, ештеңе. Аман есен келіңдерші бастысы. Ал енді аман сау оралыңдар. Жақсы ма? Аға, жақсы, сау болыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Кездескенше. Не деп жатыр? Жерге қайтыңдар деп жатыр. Қалай қайтамыз? Сен корабльді оталдыра аласың ба? Мен сен оталдырамайын мен. Ой, саған сеніп жүрген. Мен саған сеніп жүрмін ғой. Қареке мен физкультурны бітірген ғой. Сенің де дипломың бар емес пе? Ешкімге айтпайсың ба? Айтпаймын, нені? Ешкімге айтпаймын деп уәде берші. Берем. Мен ана дипломды сатып алдым. $500. Қаби енді қайт деген.
Оны білген дара Миша емес, Вася емес, механик. Соны ала келетінім ғой менен. Мұндай халық жоқ әлемде шуақтан нұр шашатын. Далаттан аудан аттан аудан. Мына жерге қол қойып тастасаңыз. Дай басса қырдан асса тойды маңғып өзгерген. Бөліп жеген бір үзімнан көжесінде бөлішкен. Қызығында қайғысында ән жырменен бөліскен. Мынаны қоймаңызға барып, мына қызға тапсырсын бере салыңыз. Жарайды, жүріңіз. Жүр, тамағыңды іш. Болды, ыстықтай тамағыңды іш. Болды енді. Тұрсайын неменеге уайымдап жатырсың? Бол енді. Ой. Ол енді басқа біреу тауып алған шығар, я, мам. Ой, тапса ала берсін. Немене, біз де табамыз. Әне мен тағы бір таныс таптым. Қатқан жігіт. Мынандай. Мынауың кім бе? Біздің қызбен билеп жүрген. Жүріңдер сындырып тастайық. Сен! Жапон! Сен неге біздің қызбен билейсің, а? Не, өле алмай жүрсің ба? Мұрныңды бет қылайын ба? Жігіттер! Жоқ, ол Жапон емес. Енді кім ол? Ол әлгі, айтсаңшы, етті көп жейтінші. Каскыр ма? Жоқ, содан кейін екінші орында. Кім енді, кім? Мен қазақпын. Қазақ? Мен Дәурен Жұмаділовпын. Әңгімелеріңді ұнамаған? Не болды саған, Сіз әлгі? Сіз әлгі мәңгі өмір сүретін дәрі жасаған? Дәурен Жұмаділовпын. Мәңгі өмір сыйлаған әлемге. Кришна! Құдайым, мың алғыс саған. Шtegімайды. Жарайды, жігіттер. Кешіріңіз. Қазақ тұрамыз деп, қораға кіріп кете жатапыз ғой. Қолтаңбаңызды бересіз ба? Кешіріңіз. Жарайды. Сізбен суретке түссек бола ма? Сіз Айшваррайға неге үйленбедіңіз, а? Қойыңдар болды, болады. Қаны бер қараймыз. 1, 2, оп. Үнді халық қандай бақытты осындай қазақтармен құда болған. Қайырлы кеш, құрметті тыңдаштар. Біз өзіміздің кезекті сұхбатымызды Париж қаласында жалғастырамыз. Қазақстан жайлы кім не біледі деген сауалнамаға осы қала тұрғындарының пікірлерін білсек. Сәлеметсіздер ме? Кешіріңіздер. Сіздер Қазақстан жайлы не білесіздер? Қазақтар Нью-Йоркте өткен Олимпиада ойындарында
Kupadan çempiyon atandı. Onlardan Almaz Kışkentayev degende almışısı var. Кішкентаев емес Кішкенбаев қой. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақтар бос уақытында немен айналысады? Олардың хобби не? Хобби? Hobbi? Bilmeydi ekem. Өсек айту. Қазақтар өзінің асып бара жатқанды көре алмайды. Олар өсектегенді жандары сүйеді. Бұл қазақтардың ұлттық ерекшелігі. Көп рахмет, сау болыңыздар. Sağ olunuz. Қазақтың жеті атасына дейін кез алыспайтын дәстүрі жақсы үлгілердікті екен. Қазақтар әлемдегі қаны таза халық болып есептеледі. Қазақстанды кім білмейді дейсіз? Бұл әлемдегі ең бай әрі қуатты мемлекет. Халқының саны 50 миллион. Қазір барлық елдер ішімдіктің орнына қолданып жүрген қымыздың отаны Қазақстан екен. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Қызыңыз қазақша сөйлей алады ма? Әрине. Қазақтар туралы не білесің? Айта қойшы. Бауырсақ жеңгеріп кетті. Ой, жарасын, тағы не білесің? Айта қойшы. Мақал. Бәрекелді. Қандай мақал білесің? Қане айтшы? Қазақ байсақ қатыналады. Ой, жарайсың, рахмет. Көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Жандарбек, инопланетянин! Инопланетянин! Не болды? Тығыл! Қайдағы инопланетсың? Қайда? Тығыл! Ай, мұна... Ей! Мынау, шынымен де инопланетян атқа мініп апты. Бізге қарады, көрді. Қой, келе жатыр. Тұр! Қайрат тұр, ойбай тез келе жатыр. Ай, мынау. Ай, анау бізге қарай шапты. Ойбай, апа! Апа, ойбай, мынау бізді. Ойбай! Кім бар? Сіздерді, ойбай! Көмектесіңдер! Кім бар? Қайрат тоқса деймай жет қылдары. Көмектесіңдер! Ойбай! Ay Kayrat, ay! Olmayın boldan, olmayın! Kaçtım ay Kayrat, ay ben kaçtım Kayrat! Yel üşün, şer üşün Namızdı denge Belli çekti bir erken besi belli bölüydü. Ay sen nesi baksın? Para koy, para! Ақыры өледі екенбіз. Белі бөлек. Шылқы қайда? Шылқы қайда деймін? Баугас пілер. Инопланетян жолдас. Инопланетян жолдас. Сіздер ғой. Осыған танмасын кейбір қадырыңға. Ай, Қайрат, бірде кетесің. Шылқы қайда? Қайрат, бірде кетесің. Қашырып. Қайдағы жылқы ауылда? Бір жылқым жоқ. Екеуінен басқа ешкім алған жоқ бағандар. Маған. Жандарбек, қаш! Олар қашып бара жатыр. Радиостарынан шығып кетті. 4 шақырым шығып кетті. Масқара болдық. 4 минутта 4 километр жүгіріп өткен болса онда. Кассат сияқты жоғалып кетті. Инопланетянин дейді. Бақтияр Садырханұлы, төтенше жағдай. Ей! Екеуің кімсіңдер? Мынау адам ұқсайды, қазақша сөйлейді.
Қарашы, ауасыз-ақ демалады. Иә. Неменеге қолдарын көтеріп тұрсыңдар? Сімдер қолдарында? Берлік деп. Кімге? Не үшін бермесін? Сіздерге инопланетян берді. Естерің дұрыс па сендердің? Қайдағы инопланетян? Сімдер қолдарында? Өздерің қайдан келдіңдер? Жерден. Қайдағы жер? Кімді мазақ қылып тұрсыңдар? Ау, сендер ауасыз қалай демаласыңдар? Қалай емес, адамсыз демаламыз. Сіз адамсыз ба? Жоқ, инопланетамын мен. Мынауың жынды ғой? Қазақмысың мен әттемін. Ай, шымкенттіктердің жүрмейтін жері жоқ екен ғой. Біз де Шымкенттеміз ғой. Сен Марстан қайда жүрсің? Сендер естеріңнен адасқансыңдар ма? Жоқ, әлде маған прикол тастап тұрсыңдар ма? Шашындар бәрі бастарындағыны. Өліп қалмаймыз ба? Қарсы бөлмегенде о жерде өліп қалам дейсіңдер ма? Шашындар бәрі бастарындағы. Шайдан құсап. Жерде? Жерде болмайды, айдам деп ойлайсыңдар ма енді? Марста. Атаң басы Марс. Қайдағы Марс? Бұл Жезқазған облысы. Бұрынғы Карл Маркс колхозы. Қабанбай Батыр ауылы. Жан-жақтарға қарасында шықпа жан-жақтарыңа. Марс. Мыс шығаратын завод. Қараңдар жан-жақтарыңа. Жезқазған облысы бұл. Жынды болып қалған ба екен? Шайтан ұрған ба екен? Тез ойымыз. Қара! Жындан апсын. Марс, Карл. Немене? Марс қашу елге екен. Жындан апсын. Марс, Карл. Жан алатау сынды таутылған ұлың мен қызың. Қызым, сағат неше болды? Ойбай, бүгін финал ғой. Бұл тез. Басталып кетті ғой. Ай, болмай қалды осы жолы. Құрметті көрермендер, біз сіздермен футболдан әлем біріншілігінің финалдық ойынын тамашалаудамыз. Алаңда Қазақстан құрамасы мен Бразилия футболшылары. Міне тағы да Қазақстан футболшыларының кезекті шабуылы. Ойын бітуге санаулы уақыт қалды. Досмат қалепте удар. Гол! Тамаша, керемет! Қазақстан Бразилия құрамасының қақпасына 7 доп салды. Қазақстан әлем чемпионы. Керемет, тамаша! Жарайсыздар жігіттер, құттықтаймыз! Міне гол! Дәурен мырза, әлемде теңге долларды ығыстырып шығарды. Теңге сіздің суреттеріңізбен шығып жатыр. Өзіңізді бақытты сезінесіз бе? Әлбетте. Соғыс жарияланған елге дәрі сатылмасын деген кемеңгерлеріңіздің арқасында әлем соғыс дегенді ұмытты. Барлық елдерде сізге арналған ескерткіштер бар. Рахмет. Коррупция жайлы не айтар едіңіз? Түсінбедім. Біздің қазақта ондай сөз жоқ қой. Ұрлық, жен ұшынан жалғасқан парақорлық сияқты. Баяғыда болған. Не деген жаман сөздер еді. Жоқ, не ұрласын? Құдайға шүкір, Қазақстанның жағдай жаман емес. Ең төменгі айлық 1 миллион теңге. Студенттердің шәкірт ақысы 200 мың теңге. Оқушылардың 100 мың теңге. Қазір біздің басты проблемамыз ұрлау емес, ақшаны қалай, қайда жұмсау. Қазақстан әлемнің ең бай ел болуы сіздің еңбегіңіздің жемісі. Иншалла. Қателіктер де болған шығар. Енді қателік болмайды ғой. Өздеріңіз білесіздер, Марсқа алғаш жасаған қадамымыз сәтсіз болғанмен, оған бірінші болып табан тіреген біздің қазақ. Қазір енді Марстан тапқан алтынды жерге тасып жатырмыз. Соны жерге тасымай-ақ қойса да болатын еді ғой. Қазір енді оны қоятын қоймаларды орында жоқ. Бәрібір Қазақстан Марсты жекешелендіріп алды ғой. Сұхбатыңызға рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум, айтыс десе ішкен асын жерге қоятын қадірменді көрермен және әлем жұртшылығы. Бүгінгі дүниежүзілік әлем біріншілігі ақындар айтысының ақтық сынына қош келдіңіздер. Бүкіл дүние жүзінің түкпір-түкпірінен келген айтыскер ақындарымызды құрметпен қошеметпен сахна төріне шақырамыз.
қадірменді өнерсүйер қауым. Өнер бар жерде жарыс бар, жарыс бар жерде тартыс бар. Тартыс бар жерде жеңіс бар дейді. Сол бүгінгі жеңісімізді әділ сараптап, әділ бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Филология ғылымдарының кандидаты, өз өмірін қазақ тілі дамыту жолына арнап келе жатқан ұлт тіл жанашыры Асыл Әлиқызы апамыз. Белгілі қазақстандық режиссер Еркін Рақышев. Сондай-ақ мәңгі жасайтын дәр ойлап тапқан халық қаһарманы Дәурен Жұмаділов. Олай болса, бүгінгі сайысымыздың майталмандарын ортаға шақырамыз. Нөмірі 1-ші айтыскер ақынымыз, Африка елінің 2 дүркін чемпионы, дүлдүл ақыны, жарық жұлдызы, айтыс десе алдына жан салмайтын, домбырасыз ешқашанда ән салмайтын ақынымыз Стивен Берг. Қарсы алыңыздар. Қошемет ағайын, қошемет. Екінші нөмірлі ақынымызбен таныс болыңыздар. Бұл ақынымыз айтыстың сөз мәнерінен сорпа қайнатып ішетін, ақындықты жастайынан кәсіп еткен, бүгінде Еуропаның 5 дүркін чемпионы, бірнеше әлемдік айтыстардың жеңімпазы екенін айта кетейік. Англиялық ақынымыз тұлпар ақын Джон Бай. Қошемет ағайын кәнеге, құрмет. Түркия елінің құрметті азаматы, дүлдүл шабандоз ақыны Абизар, қазақ елінің суырып салма ақыны Біржан Байтуов. Шапалақ қошемет кәнеге. Қытай елінің атақты ақыны деген дәрежеге ие Ли Сьонкүл ақын. Келесі ақынымыз Құрама Штаттарынан келген беделді ақынымыз Майкл Бек. Қошемет кәнеге, қошемет. Бисмилла сөзді бастайық, алғал қимаған қарашы, ассалаумағалейкум, алталаштың баласы. Ей армысың Қазақстаным, Сарыарқаның даласы, тігілген төрге байрағы, бәрінен биік бағасы. Ей күндардан қалған тұяғың, күл әлемді жаулаған Атилладай бабасы. Қазақтай жомарт ел бар ма, барғалықты жатсынбай, бауырына басатын достыққа бейім санасы. Англиядан келдің бе, алып ұшып мәреге, тұлпараттай ұмтылған атағыңды естушек, бұрын талай сертіңнан. Ешелден ақ бауырым, арғын найман бір туған, ала келшінді кім туған қымбат өлең бердім. Кешегі серілердің салтыменен бұл жерге атқа мініп әрең келдім. Әл-Фараби туылған қасиетті өлкеге басым дейіп сәлем бердім май. Жолдасын елге балаң бағаланын, ағылшынды кім туған деп түрінде, бөлініп қате бастау балаларың. Жүзге бөлінгендердің жүзі күйсін деп теке айтпаған ау бабаларым. Қазағым ашсаң маған дара құшақ,
Söyleyin alдарыңда дана құсап. Англиядан келіпсің ақ ұшып деп, сөзіңмен шағасың ау ара құсап. Қап-қара боп бауырым қайдан келдің, 40 жыл отқа күйген табақ құсабы. Айналайын қазағым, басыңнан талай өтті күн, ал бүгін сенің айбының асқақтайдың да жетті күн. Қазақ тілі бүгінде әлемдік тілге айналды, көтеріп көкте шоқтығын, мәнісі мәні көп мұның. Қазақ тілін білмесең, өзге тілдің барлығын білгендігін көк түйін. Кескініңе қарасам, екі көзің қыздай боп, шашыңды жайып алыпсың, пайыз деген қыздай боп, осылай ойым бекінді, сап-сары боп отырсың, шілдеде піскен Шымкенттің әңгелегі секілді. Жинаған өлеңіне парасымын, елімнің топқа қосқан дарасымын, сен мені қарасың деп кінәлама, қазақтың қара торы баласымын. Ау, сен мені сарысың деп күндеймісің, шашы ұзын деп тағы да тілмеймісің, өз жолыңны оңаша жүрмеймісің. Өзі сары көзі көк бұл қазақтың сұлтаны деген сөзді білмеймісің. Ау, қазақтың жырға қосып кең даласын, сөзімнің жолдайыншы мен дарасын. Қыз қуып көкпар шапқан бұл қазағым, тұлпарға отырғызған ер баласын. Сырға сап құда түскен бұл қазағым, қазақтың дәстүріне таңғаласын. Салт дәстүрін бұлжытпай сақтап отыр, қалың елім қазағым белдалашым. Ірілікті паш еткен бар әлемге, ұлылықтың символы сен ғанасың. Дәурен Заманханұлы, сіздің енеңіз келіп тұр. Мен сізге айттым ғой. Ол кісіге менің алдыма кіруге рұқсат жоқ. Жыл сайын келіп жүргеннен кейін. Жарайды. Келген екен, кіре кетсін. Кірсін. Кіріңіз. Амансың ба, Дәуренжан? Жиырма жылдан асты. Өзіңді тосып жүрміз. Шет елдерде жүрсің. Корольдармен, президенттермен кездесесің. Гүлназ өзіңді тосып отыр. Менің бір қателік кетті. Мен енді сені өкпелетпеймін, ұрыспаймын, ренжімеймін, ренжітпеймін. Gülnazlar içti mi? İşte. Keşiriniz. Osman әңгіме бітті. Қош болыңыз. Қалай қош болыңыз? Мен күтіп жүрмін ғой. Сіз неге тосып жүрсін енді? Президенттің қабылдауында болмаймыз ба? Кешіріңіз. Ешкімнің алдына да бармаймыз, кездеспейміз да. Осымен әңгіме бітті. Қош болыңыз. Қош болыңыз? Иә. Қош болыңыз.
Қош болыңыз. Жексұрын, сүмелек, тоңбаған сымырай, оппозиционер, айлакер, алаяқ, оның бас хатшысы Бекболат Тілеуханға сенің үстіңнен арыз жазамын. Сколько можно ждать? Платите за квартиру. Сіз неге қазақша сөйлемей тұрсыз? Бүкіл ел, бүкіл әлем қазақша сөйлеп тұрғанда ұят емес пе? Неге қазақша сөйлемейсіз? Что? Оның үстіне мен сіздің бүкіл ипотекаларыңыздың бәрін төлеп беріп едім ғой. Какая ипотека? Что вы говорите? Платите немедленно за квартиру, а то выселю вас. Здрасте. Здравствуйте. Гүлназ? Сен қалай жасарып кеткенсің? Қайдан жүрсің? Есің дұрыс па? Квартираға төлейтін ақшамыздың жоқ екенін ұмытып кеттің бе? Мамама барып ақша алып келдім. Dere!